Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Дана. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан өте керемет болып шығатын тарталеткиді дайындайтын боламыз. Сіздер де видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Қамырын дайындау үшін бізге май, қант ұнтағы, жұмыртқа, ұн және де қопсытқыш қажет болады. Алдымен бөлме температурасындағы майымызға қант ұнтағын салып, екеуі біріккенше жақсылап араластырамыз. Майларыңыздың бөлме температурасында болғаны маңызды, немесе қатты болған жағдайда оны микротолқынды пеште ерітіп алсаңыздар болады. Майымыз жұмсақ болса, қамырымыз да өте жақсы болып шығады. Енді осы салмамыздың үстінен жұмыртқамыздың сарысын салып, тағы да біріккенше барлығын араластырамыз. Міне енді осы массамыздың үстінен електен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды 2-3 бөлікке бөліп отырып, қамырымызды илейміз. Ұнды осылай бөліктерге бөліп илегендеріңіз жөн, себебі кей кезде ұн көп болып, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Міне біздің қамырымыз осындай өте керемет, жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шықты. Енді осыны целлофанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып аламыз. Менде осындай форма кондитер дүкенінен алған болатынмын. Енді менде тарталеткидің барлығы бірдей болу үшін осылай таразыға қойып, барлығын бірдей етіп өлшеп дайындадым. Сіздерде таразы болмаған жағдайда өздеріңіз көз мөлшерімен домалақтап жасай берсеңіздер болады. Міне осы видеода көріп отырғандарыңыздай енді қамырларымызды осы формамыздың барлық шетіне қолдарымызбен тегістеп жайып шығамыз. Бұл формаларды майлаудың еш қажеті жоқ, себебі біздің қамырымыздың құрамында май болғандықтан бұл формамызға жабыспай өте әдемі болып түседі. Міне осылай барлығын жайып шықтық. Енді қызып тұрған пешімізде қызарғанша 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің тарталеткиларымыз қазір ғана пісіп шықты. Мен ыстық күйінде сіздерге көрсету үшін түсіріп жатырмын. Сол себептен қолым сәл күйіңкіреп жатыр. Бұны суыған кезде де түсіре берсеңіздер болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырларымыз формасына жабыспай өте оңай түсіп жатыр. Тарталеткиімізді ыдысынан босатып болғаннан кейін сәл суытып алып, крем жаққандарыңыз дұрыс. Тарталеткиіміз суығанша кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен салқын сливкиімізге қант ұнтағын қосып, миксердің жай жылдамдығынан қатты жылдамдығына дейін көтеріп, креміміз қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Дайын болған кремімізді осылай тарталеткиларымыздың бетіне құйып сәндеп шығамыз. Мен сәндік үшін бетіне осындай құлпынайларды қойып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс-жидекті немесе тәтті шоколадтарды қойсаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Ештеңе қоймай осылай құр крем жағып қойсаңыздар да болады. Тарталеткиларымыз дайын болғаннан кейін оны 1 сағаттай тоңазытқышта қойып, кейін жесеңіздер өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып тұрады. Міне біздің тарталеткиларымыз осындай керемет болып шықты.
сіздер де видеоны толық соңына дейін қарап менімен бірге дайындап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, маған лайк басып тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.